Сәлем, бүгін сіздермен сарымсақ пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Адамның қорғанышы ол иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де осы сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационында аса маңызды бар ол сарымсақ. Сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы бар? Сарымсақтың 10 түрлі адам денсаулығына пайдасы бар. Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бірінші, бактериямен күреседі. Сарымсақтың шикіде жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Екіншіден, қан тамырлары қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшінші, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын бояулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртіншіден, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында тапсырмас табиғи дерлік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауларды 60%-ға алдын алуға болатын дәлелденген. Бесінші, қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Алтыншы, паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құртымен күресуді табиғи әрі тиімді жол болып табылады. Сарымсақты шикі жегені жөн. Жетінші, ас құрту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады. Тәбетті көтереді. Алайда асқазан, ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Сегізіншіден, буыны аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы өте зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Тоғызыншы, теріні қалпына келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтың жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақты 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Денсаулығыңызға қарай. 10-шы, артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Бұл жерде де денсаулығыңызға байланысты. Асқазаныңызда гастрит ауруы жоқ болса, сізге жеуге болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын дей отырып, сіздермен бірге болған Адам ән тағам каналы. Сіздерден подписка и лайк, бізден күнделікті ақпарат.